Бұл нәрсе бізге тиісті емес сияқты. Садақа беру тек қана намаз оқитындарға, Құдайдан қорқатындарға деп ойлап қаламыз. Немесе молдалардың айтатын сөзі тек қана осы садақадан басқа, намаздан басқа нәрсені білмейді деп өзімізше ішімізде, Құдай сақтасын, сондай ойда жүрген адамдарымызда жоқ емес. Неге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам саяти заману ала уммати, менің үмметімнің басына мынандай күндер келеді деп айтады. Ваян қусул амал. Қараңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам амал көтеріледі деп айтып жатыр. Амал көтерілетін екен қияметке жақын. Қазір біз егерде иншалла осы садақаны айтып жатқан кезде қанша адамға ұнатпай жатыр бізді. Қанша адамдар жүрегінен жек көріп отыр. Неге бұлар соны қайталай береді, соны нәрсені ескерте береді деп. Аллах тағала өзі Құранда фазаккир фа инна зикра танфаул муъминин, ескертіңіздер, ескерту мүмкін мүминдерге пайдасы бар деп Алла тағала Құранда біздерді қайта ескертуге Алла тағала бұйырып жатыр. Құрметті жамағат, біздердің міндетіміз тек қана Аллахтың бұйрығына жеткізу иншалла. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның заманы емес қазір. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламның заманында егерде әрбір адамның мал дүниесі есепке алынатын еді. Әрбір адамның алған дейханшылығы бола ма, оның қойы бола ма, түйесі бола ма, аты бола ма, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтатын еді: пәленшенің малынан зекетті алып кел, пәленшенің малынан үшірді алып кел деп. Қазір ондай заман емес. Қазір бір адамға үшіріңді, зекетіңді бер деп айтсаңызшы, қандай жек көреді, қанша көздерін бадырайып отыра береді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам бұған дәлел Йемен қаласына Мааз ибн Джабал радиаллаху анхуны жіберіп жатқан кезде не деп айтты? Я Мааз, сен Йемен қаласына барған кезде алғашқы мына сөзі айтасың деп айтты. Алғашқы ла илаха иллаллах, Аллахтан басқа тәңір жоқ, Аллахтан басқа Құдай жоқ, Мұхаммад Расулуллах, Мұхаммед Аллахтың елшісі екеніне оларға иманның шарттарын айтасың деді. Одан кейін намазды үйретесің. Одан кейін егерде бай болсаң, яғни қажылыққа бір рет қажылыққа барып келуге, яғни сол қажылық туралы одан кейін зекетті айтасың деп айтты. Егерде оған қарсы шығатын болса деп айтты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Оған қарсы шығатын болса, олармен соғысыңыздар деп айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Соғысыңыздар деп айтқан еді кезінде. Бірақ Аллаға шүкір, біз ондай соғысатын заманда емеспіз. Альхамдулилла, егемендік еліміз бар. Тыныш елде өмір сүріп жатырмыз. Аллаға есепсіз шүкір, Аллаға мадақ болсын, құрметті жамағат.